Қазақ намысты қолдан бермеген жауынгер халық еді. Тамырында намыс қаны ойнаған ұлттың бүгінгі ұрпағы күш жігерін әділетсіздікпен күреске емес, нысапсыз байлыққа, тонау мен бопсаға жұмсауда. Бұзықтау болдық уже мектептен бастап. Сол себептен сотталып кеттік, адамды ұрып, реанимацияға түсіп қалдық болады. Бұл жерде агрессия бар. Сол агрессиясын дін арқылы ақтап алғысы келеді. Билік пен байлықты уысында ұстағысы келетін қылмыс әлемінің қорқаулары торға түскенде радикалды экстремистерді жағалайды. Неге? Джамағат дает такую братскую опеку, какое-то чувство защищенности, и поэтому к ним примыкают такие неуверенные, трусливые люди. Арман оңай олжаға қызығып оқуын тастапты. Ақыл айтқан атанаға жекіп, ажалмен ойнайтын қылмыс әлемін таңдапты. Әлі келгенді ғанап, өзінен зордың алдында құрдай жорғалайды. Базардағыларды бопсалап, салық төлемегенін өлім шетіп сабапты. 7 бала сотталдық сонымен. Сол 5 жыл берді сол сұрақпен. Сол кезде следствиеде болған кезде, жаңа қапаста отырған балалардың көбісі намаз оқыпты. Сол кезде уже жай-жайдан кейін түсіндіре бастады балалар, осылай қиындықты көргеннен кейін. Намаз оқысайшы қайтесің, жаңағы бәрі харам ғой дегендей, қойсайшы деген төбелесіп бәрін. Сол тартыла бастадым жаңағы балаларға. 2012 жыл ол өзін көк жал санады. Қылмыс әлемінің серкелері түрмеге жем тасиды деп күтті. Абақтыда беделім артып, баяғы ортама маңдайым жарқырап оралам деп ойлады. Бірақ ешкім іздеп келмеді. Қылмыс әлемінің өз сөзімен айтқанда ол тек торпеда болғанын түрмеде түсінді. Өзін жоғалтты, арандатушы радикалдарының ығына құлады. Тек қана пасуне жүреміз деп жүрдік қой. Сол қатып қалып, сол бір неге қатып қалдық деп. Масқап деген жоқ деп, тек қана суына ғана болу керек осылай. Біреудің затын ұрладың. Дінде ұрлық жасауға болмайды. Саусағын кесілу керек, шариғат бойынша. Сосын радикалды боғыттау бір адам келеді, дұрыс ұрлап алдың, кәпірлерден қазір ұрлап алу керек деген сияқты. Яғни бұлай жеткен кезде өзінің қылмысын Құдайдың атына жабу үшін не бұл менің тағдырым деп ақталуға тырысады, не Құдайдың бұйрығы деп ақталуға тырысады. Әйтпесе оның ары, жуданы маза бермейді. Қылмысты дінмен ақтау деструктивті ағымдарға тән құбылыс. Сол арқылы қатарларын көбейтеді. Арман да аз уақытта Алланың емес, адастырушылардың әдемі сөзіне арбалып, зомбиге айналды. Жабық мекемелердің, түзеу мекемелердің бір осал жері дейміз, жаңағы бір теріс ықпалы да сол. Осындай бір деструктивтік, радикалдық көзқарасты жұқтырып алу өте оңай. Жаңағы адам өз-өзін қорғаймын деп дінге берілген адамдардың арасына қосылып кетіп, олармен әрине жеке точечно дейді ғой, мақсатты жұмыс жүргізіледі. Адамды деструктивтік діни ағымның қатарынан алып шығу үшін, оны дерадикализацияландыру үшін, оның радикалсыздандыру үшін тек қана теологтың жұмысы жеткіліксіз, ол психологтың да жұмысы керек. Два психологических типа, которых чаще других вербуют в экстремистские группировки. Первый тип неуверенный, второй самоутверждающийся. Вот и у первых, и у вторых есть такая особенность, как называется идентификация с агрессором. Спортсмены, криминалитет, они стараются зайти в какое-нибудь окружение, которое как будто бы их защитит, как будто бы там есть какая-то большая сила, какие-то там богатые люди, какие-то есть криминальные авторитеты, какие-то авторитетные спортсмены, которые смогут поддержать, защитить, поэтому они находятся в этих кругах. Ол 2017 жылы бостандыққа шығады. Жақсы өмірге ұмтылмапты, керісінше надандарды іздейді. Сириядағы лаңкестермен байланыс орнатады. Күйеу баласын азғырып, Ресей арқылы таяу шығыстағы бүлікке асығады. Бірақ шекарадан шығып үлгермеді. Сіз не үшін барғыңыз келді сонда Сирияға? Сол жихад мәселесі, сол жерде өлем деп, Саид Бурятский болды, Надира Бухолит, Ахмед Мединский болды, сол кісілер тыңдадық қой. Енді салафизмде жүргендер жаңағы солар ғой фитнаны ашады, жаңағы көп сұрақтар қойып, уже имамдармен етіп спорласып, жаңағы мынау болады, мынау болмайды деп жаңағы сондай. Өркениет, мәдениет дегеннен тек қана шашын қайырып, тәуір киім кию ғана санасында бар. Ата бабасының тарихы керек емес.
біреулерге еліктеумен өмірі өтіп жатқан адамдар үшін бұл қайғы емес. Гипноз, визуалды контакт болған жерде 90% гипноз жасауға адамды болады. Кентиянның сөзі бар ғой, ағылшындар келгенде бізде жер болды, олардың қолында інжіл болды. Олар бізге көзді жұмып тәуба қылуды, Құдайға жалбарынуды үйретті. Біз үйрендік, көзімізді ашсақ, біздің қолымызда інжіл, олардың қолында жер кетті дейді. 31 жастағы қылмыскер 10 жылға сотталды. Жекесінде террорист деген таңбасы бар азаматтан әйелі теріс айналған. Қарындасы да байланысты үзіпті. Қатты сағынатын енді қызым Айша. Көрмеген уже 4 жыл болды. Өзімді андай враг народа ма сондай бір сезіп тұрмын да. Шыққаннан кейін қалай болады деген уже көршілер бәрі естіп жатыр ғой, терроризм сотталды деп уже басқаша уже етіп жатыр да. Туған туысқандарым сөйлеспей кетті, көп нәрсе өзгертті. Ол кезде бірінші себеп және невежество дейді ғой, надандық. Надандық. Білім жоқ, солмен көбісі пайдаланады, білім жоқ болғаннан кейін. Оның көзіндегі қара пердені сыпырып тастау оңайға түспеуде. Өйткені ұлттың ұлыларын танымайды, кітап ұстамаған, есесіне дәстүрімізді даттап, талайды ажалға айдап салған ұрыларды білет. Өкінет, бірақ кеш.